Ассалаумағалейкум жақсыларым, қалайсыздар, амансыздар ма? Бұл әңгіме 90-шы жылдары Қазақстанның бір ауылында болған екен. Кеңес үкіметі тарқап, жаңа үкімет құрылып жатқанда, ақсақалдар ақылдасып, бас жарылса бөріктің ішінде, қол сынса жеңнің ішінде, ауылымыздың өзіміздің мәселемізді сыртқа шығармай өзіміз шешейік, ақсақалдар алқасын құрайық деп бір шешімге келді. Қазақ үшін 7 деген киелі сан, 7 ақсақалдан құрайық деп ұйғарған. Содан білімің бар ғой деп бұрын КПСС-ті басқарған бір бастық сымақты. Заңды түсінесің ғой деп бұрын соттас деген бір ақсақалды. Темір жолдас деген бір ақсақалды. Діннен шариғаттан хабарың бар ғой деп молдасымақ бір ақсақалды. Сөйтіп 7 ақсақалдың басын қосып, ақсақалдар алқасын құрыпты. Міндеттері ауылдағы шөптің, көмірдің бағасын реттеу, ұзатылған қыздарының қалың малын реттеу, ел ішіндегі даудамайды шешу, көрші ауылмен қарым-қатынас деген сияқты мәселелерді талқылау. Сөйтіп жүргенде ауылдың бір 9 жасар баласы біреудің велосипедін ұрлап кетіп, енді ұрлайым дегенде бала ғой, оны бір сатайын, не жасырайын деген ниет жоқ, қызығып мініп кетіп, бір дөңгелегін қисайтып, үйінің жанына апарып қойыпты. Оны біліп қойған велосипедтің иесі, ұрлатқан балаң анасы бетпақ, ешкімді бет қаратпай, айқайлап, бұны қазір енді заң органдарына айтсақ, арты жақсы болмайды. Ауылымызда ұрлық жоқ еді, мынау басы. Бүйте берсек, арты бұның үлкен ұрлыққа ұласайын деп тұр. Басқаларға үлгі болу үшін ақсақалдар өздеріңіз жазалаңыз деп талап қойып, басылмай қойды. Велосипед ұрлады деп айыпталып отырған баланың анасы қанша жалынса да бет қаратпайды, ешкімге көнбейді. Амал жоқ. Ақсақалдар енді бір шешімге келу керек болады. Содан сөзді молда бастапты. Ұрлық деген ол өте үлкен күнә. Ақыретте оның жазасы ауыр, баланы әбден қорқытып. Ақыреттегі жазасынан осы өмірде құтылу үшін дүйім жұрттың алдында баланың арқасына дүре соғуымыз керек деп шешім қабылдапты. Оған сот келіспейді. Оны дүре соқпаймыз, ол ескілік. Енді бірақ енді сотты айдалмаймыз. Бұны қазір балалар колониясына жіберсек, ол өз жерден шығам дегенше әккі қылмыскер болып, баламыз бұзылып келеді. Сондықтан бұның шешімі орнына бір велосипед алып берсін, құнын төлесін. КПСС-ті басқарған бұрынғы бастық. Бұны моральдық тұрғыдан жазалау керек. Мектептің оқушыларының алдында бұны айыбын айту керек, сөйтіп ұялту керек. 7 ақсақал 7 жаққа тартып бір шешімге келе алмайды. Содан соң жаңа темір жолдас деген бір ақсақал, ауылдағы Аспантай ақсақал, жасы 92-де. Оның үстіне осы баланың туысқаны. Шешімін сол кісі айтсын, сол кісінің де бір ақылын сұрайық деп. Шақырып кел деп бір баланы жіберсе, Аспантай ақсақал қолын бос емес деп келмей қойыпты. Енді баланы жібергенге. Содан ғой жағдай ушығып бара жатыр. Мына баланың анасы көнер емес. Шешімін өзіңіз айтыңыз деп жаңа темір жол ақсақал Аспантай ақсақалдың үйіне барып өзі ертіп келіпті. Сөйтсе Аспантай ақсақал қолында бір тесік шелегі бар. Құмға толтырып алып, жаңа дау болып жатқан жерге келеді. Жиналған жұрт таң қалыпты ақсақалдар. Аспантай ақсақал, тесік шелек ұстап алыпсыз. Мына үйіңізден шыққанда мына жерге келем дегенше құмыңыз төгіліп келді ғой деп. Иә, әдейі алып келдім. Менің де артқы өміріме қарасам, осы тесік шелек сияқтымын. Менің де әр жерде бір тастап кеткен күнәм бар. Қазір есіме түссе елдің алдында. Мен де қызарар едім. Менің де бүлдірген ісім аз емес жас кезде. Енді келіп біреуге ақыл айтпақпын. Ей сот, сен ше? Жас кезіңде ұжымшарыңа келген ақшаң картаға ұттырып жіберіп, ел болып жылу жинап құтқарып болған жоқпыз ба? Ай бастық, сен қатшыңның аяғына ұрғып қойып, анау ауылда үйлене алмай жүрген анаған қосқан жоқ бедік. Ай молда, сен білдің ба білмедің бос көрші ауылдан келген біреудің сиырын егеленіп алып арты төбелеске ұласқанда, осы бүкіл ауылы сен арашалап алған. Ал енді сен велосипедті даулап тұрсың. Бүкіл елді бұзып жатқанды өзің білесің бе? Қораңда самогон қайнатып жатқанды мұны бүкіл ел біледі. Егер доғармасаң, сол самогонды аппаратымен қосып мен өртеу жүрем. Ал мені соттат, ал 92 келгем дейді. Келіп енді 9 жасар балаға кінә тағасыңдар.
әрқайсысының өмірлерінде тесік селік сияқты тастап кеткен күнәларың көп. Баланың санасы болса, өзі түсінеді. Баланың балалығын тидім дегенше, даналығын тидім деген халық. Бұл бала қызығып айтады. Ал жандарың ашып отса, әрқайсысың үйлеріңнің сандықтың түбіне тыққан ақшаларыңнан бір шығарып, бір белсебетті өздерің сатып алып беріңдер. Бұл бала өзі-ақ түсініп кетеді. Егер ақсақалшылықтарың осы болса, осылай істеңдер деп кетіп қалды. Бағандан бері шешенсіп, бір-біріне сөз бермей жатқан жеті ақсақал не дерін білмей үндемей қалған екен. Сол сияқты кейде осы біреу қателесіп кетсе, ақыл айтқымыз кеп, сынағымыз кеп, табалағымыз кеп тұрады ғой. Шын мәнінде барлығымыздың өмірімізге қарасақ, жасымыз болсын, үлкеніміз болсын, әрқайсымыз бір түкпірге, әрқайсымыз бір жолға, әрқайсымыз бір жерге бір күнәмізді қалдырып кеткен тесік желекпіз. Сондықтан да біреуге бір нәрсе айтпас бұрын өзіміздің де өткен жолымызға қарағанымыз дұрыс сияқты. Бұл да бір ғибрат алатын әңгіме екен. Аман сау болыңыздар.